Қайырлы күн SMM мамандары, мен сіздерді тағы да көргеніме қуаныштымын. Бүгін бізде соңғы сабақ, тоже апгрейд сабақтардың бірі. Алдыңғы сабақта Мөлдір апайымыз сіздерге проект менеджер туралы айтқан болатын. Яғни проект менеджер дегеніміз SMM маманнан кейінгі деңгей. SMM маман ретінде сіз барлық жұмысты өзіңіз жасадыңыз, видеоны да түсірдіңіз, видеоны да қарапайым түрде монтаждадыңыз, текст жаздыңыз деген сияқты. Ал бұл жолы сіздің бұндай жұмыстарды істейтін өзіңіздің командаңыз болады, әріптестеріңіз болады. Жеке видеограф, жеке монтажер деген сияқты, жеке копирайтер деген сияқты. Бұл жұмыстарды істемесеңіз де бұл жұмыстардан сіздің хабарыңыз болуы керек. Соған байланысты мен бүгін сізге видео немен түсіріледі және немен монтаждалынады деген тақырыпта түсінік беретін боламын. Және де соңында өздеріңіз басында бастаған VN программасы арқылы Инстаграмға лентаға пост видео монтаждайтын боламыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен немен түсіру керек деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Сізді SMM маман ретінде алып қарайтын болсақ, сізде міндетті түрде iPhone болуы керек. iPhone болғанда да оның соңғы сериялары 11, 12, 13 болса тіпті жақсы. Өйткені 13-та қазіргі уақытта видеоға байланысты синематик, яғни кино эффект шыққан, бұған қазір тоқталамыз. Ал проект менеджер ретінде қарайтын болсақ, сіздің өзіңіздің жеке видеографыңыз бар деген сөз. Жеке видеограф профессиональный камерамен видео түсіруі қажет. Яғни ол Sony, Canon, Blackmagic деген сияқты камераларды қолдана алуы қажет. Енді мен қазір сіздерге таласты сұраққа жауап берейін. Ұялы телефонмен түсірген дұрыс па, немесе кино камерамен түсірген дұрыс па? Сіз SMM маман ретінде соткамен түсіре берсеңіз дұрыс. Ал үлкен объектте жұмыс істейтін болсаңыз, кино камера, яғни профессиональный камерамен түсірген дұрыс. Өйткені қарапайым тілмен айтқанда, профессиональный камера сотканы, қарапайым тілмен айтқанда жыртып жібереді, прям айырып жібереді. Ол екеуін вообще видеоларын салыстыруға да келмейді. Бірақ та көптеген адамдар бар, профессиональный камераны алып алады, бірақ түсіруге деген түк идеясы жоқ. Вот осындай кезде өтірік видео түсіріп, быт видео шығару мүмкін. Сондай моментте идеясы мықты соткамен түсірген адам, ол адамды тоже айырып кете алады деген сияқты мағына. Енді жаңағы iPhone 13-тегі кино эффектке тоқталайық. Бұл дегеніміз кино эффект адамды, яғни адамды белгілі бір объект ретінде алатын болсақ, оны задний фоннан алып көрерменге таза көрсетеді. Мысалға, мен қазір отырмын, менің артымда белгілі бір мусор бір нәрселер болатын болса, оны бұлдыратып жібереді де, адам объекттің өзін ғана адамға таза көрсетіп тұрады. Сол кезде адамға көргенге ол өте ыңғайлы, әлі әдемі болып тұрады. Мысалға көрсетейін. Мынау iPhone 13-тің кәдімгі видеосымен түсірілген, ал мынау iPhone 13-тің осы синематик кино эффектпен түсірілген видеосы. Бұл жерде мен котлет бір нәрселер істеп жатырмын. Көріп отырғандарыңыздай, мына жақтағы кино эффектпен түсірілген видео өте әдемірек. Мінекей көрдіңіздер кино эффекттің қандай екенін. Енді SMM маманы ретінде сіздерге дәл осы iPhone 13-ті алуды кеңес беремін. Енді сіздерге профессиональный видеографтар немен монтаждайды дегенге бір түсінік бере кетейін. Олар жаңағы біздік сияқты ұялы телефонмен монтаждамайды. Оларда ноутбук немесе компьютер болады. Сол ноутбук компьютердегі Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut деген сияқты программалар арқылы видеоны монтаждайтын болады. Ол программалар біз жаңағы айтқан VN деген сияқты программаларға қарағанда өте көп мүмкіншілік оларда. Олар арқылы видеоны керемет бояуға болады. Мысалға, VN-де фильтрлерді пайдаланып видеоны бояуға болады, немесе шаблонный бағанағы тексттарды қоюға болады деген сияқты. Ал бұндай профессиональный программаларда сіз өзіңіз переход құрастырып, өзіңіз анимация жасап, керемет бір дүниелер жасап шығарсаңыз болады. Мінекей, белгілі бір дәрежеде сіздерге түсінік беріп кеттім. Бірақ та бұл программалардың ішіне кіріп, қазір біз видео монтаждап кетпейміз. Біз алдыңғы VN программасындағы сіздің қабілеттеріңізді арттыратын боламыз. Олай болса, смартфонды қолға алайық. Смартфонды қолға алдық, VN программасын аштық, плюсикті бастық, новый проект бастық. И бұл жерде өзімізге керекті видеоларды алайық. Бұл видеоларды мен Vine ретінде түсірдік. Алдыңғы видеоларда бізде видеолар көп қозғалмады, кадрлар алмаспады деген сияқты. Бұл да Vine болғандықтан да сәл қиынырақ. Енді әрі қарай кеттік. Көрейік.
мінекей Мұстафа бізде идеясын айтып өтейін. Бұл видео Мұстафа бізде Белғада, Нишқада 2 мектепке де түсті. Бұл идея Мұстафаның 2 мектепке бірдей түскенін көрермендерге түсіндіру. Идея былай: Мұстафа құлағына наушник тағып, музыка тыңдап ойын ойнап отырады, Free Fire ойын ойнап отырады. И қасына бір адам келіп, Мұстафа неғып отырсың, сабағыңды оқымайсың ба дейді. Сол кезде Мұстафа очкиін шешеді да, мен Белғада, Нишқада түсіп қойғанмын дейді. И сол кезде адамдар уа деп шулап артынан молодец деген сияқты нәрселер болады. Идея осындай. Мінекей Мұстафа ойын ойнап, музыка тыңдап отыр. Крупный план кетті. Артынан біреу тұрды. И қараса, ол бір адам, мұғалімі немесе Мұстафа неғып отырсың, сабағыңды оқымайсың ба деп айтады. И Мұстафа бұл кісіге дых дейді да, жауап береді. Әйткенше мен Белға Нишқада түсіп қойғам дейді. Сосын адамның артына уа деп, мына жерде тұрады. Міне осылай. Ал кеттік, енді осыны монтаждаймыз. Мына жерде мен керек кадрымды қырқып алайын. Не, разделитті басамыз. Удалить етеміз. Басын не істеп отқан жер нормально. Так, мен екі қолмен бұны созып алайын. Қырқам, керек емес. Так, былай. Мінекей, мен музыка тыңдап ойнап отқанын алдым. Одан кейін міне крупный план. Крупный план қай жер жақсы? Вот осы жер жақсы. Осы жерден былай қарай аламыз. Аха. Мына жақтар уже бізге керек емес, керек емес. Оп, мінекей ойнап отыр да. Оп, керемет. Сыртынан ойнап музыка тыңдап отыр. Крупный план не істеп отыр. И сыртынан тағы бір өтірді. И бұл қараған кезде мұғалімі. О, біз уғыр келмейді. Бұл жерде енді деп демалған алмаймыз. Бірден қырқамыз. Бірден сөйлеп кету керек. Алып тастаймыз, ударить. Қарайды дейді. И ол жерден керек емес. Сосын Мұстафаның ответі. Бүйтіп ұзақ тұрмау керек. Бірден очки шешкен жерден бастайық. Вот так. Так, тез болып кетті слишком. Кішкене қарай тұрсын. Во, әдемі кетті. Мен Нишқада, Белғада бірінші болып түсіп қойғам дейді. Одан кейін адамдар шулайды. Осындай видео, короче. Енді біз примерно нұсқасын құрастырып алдық. Бұған енді әрлейміз бұларды. Енді музыкамен әрлейміз. Мына жерде ойынның дауысын салу керек деген сияқты. Мен бұған өзіме керекті музыкалар дайындап қойғам. Енді соларды мен қазір осы VM программасын енгіземіз. Енгізуді ұмытпаған боларсыз деп ойлаймын. Мінекей, мен өзіме жазып қойғам. Так, маған ең бірінші керек GetLucky өлең керек маған. Бұны аламын. Выбратты басамын. Отправитті басамын. VN-ге басамын. VN-нің Music дегенге басамын. Все. Енді әрі қарай Ultimate-тің өлең выбрать. Белгілейміз. Отправить. VN. Так, музыку. Music. Вот. Енді бұл музыканы қосу үшін плюсты басамыз музыкаға. Музыка, music, использовать GetLucky-ге басамыз. Өзіміз керек жерін таңдап аламыз. Так. Маған бұяқ кереміз. Бұл да кереміз. Басталып болмай тұрам. Міне өшеден керек. Деп кеттік ал. Қараңыз, көрейік енді қалай отыр. О, музыка тыңдап отқан сияқты. Керемет, е? Мына жерде вук деп өшіп қалу керек уже. Осы жерде өшіретіндей қыламыз. Кесейік, удалить етеміз. Енді бұл жерде бірінші жетпей тұр, не жетпей тұр, ойынның дауысы жетпей тұр. Оны да қосуымыз керек енді біз. Плюсті басам, музыканы басам, мюзикке басам. Мен бағана Free Fire'ның дауысын дайындап қойғам, мінекей. Бұны YouTube-тан тартып алдым мен. Сіздер де тартып алсаңыздар болады. Так, қай жерін пайдалансын дейді ол. Жоқ, атыс бірінде бар ма? Тарсылып отқан. О. Жоқ.
О, осындай алып көрейік. Free Fire'ға алып барамыз. Яғып білеміз. Ну, примерно осындай деп елестетейік енді. Өштен тоже өштеміз. Өйткені андай біреу түртті, сен кайфыңнан бұзылып қалдың, бүйтіп қарап қалу керек қой. Сондай нәрсе істейміз қазір бұл жерде. Так, тағы бір көріп жіберейік. Ойнап жатыр. Атысып бір нәрсе болып жатыр жағында. Түртті. Өшіп қалды. И бұл өшіп қалғанда да біз оны музыкамен келтіруіміз керек әдемі қылып. Мюзикке кірем. Дайындап болған менің видеом бар еді. Вот. Осы жерден оп, міне. Қазір көресіздер бұның қалай шығатынын. Так, созайық. Мына жаққа алып келейін. Вот, деді ғой, дәл сондай болу керек. Мәне, көрдіңіздер ма? Мінекей. Тұтты. Ана қарап қалды. Мұғалім сөйледі. Енді күшті жеріне келдік. Басын әп-әдемі істеп алдық. Мына жерде вә дегенде дым жараспайды. Короче, бұны біз вообще алып тастаймыз. Бұның орнына біз фейковый басқа өзіміздің мен дайындап қойған қазір аудионы қоямын. Елесік. И міне. Ол осы видеода ва деп бақыратын жер бар, маған именно сол жер керек. Дәл осыны қоямыз қазір мына жерге. Бараба. О, деген жер керек. Яғни көрдіңіздер ғой, ол видеодағы дәл аудионы алудың қажеті жоқ. Көрейік. Типа арттағы адамдардың дауысы сияқты да уже. Қараңыздар. О, қараңыздар. Деген сияқты. Енді бұл жерге бір нәрсе етпеді, ол музыка. Бұл тоже аудио дайындап қойғам. Использовать. Мына өлеңді білетін боласыздар, деген. Дейтін, короче, мына сол жер мынау. Дәл осы. Шық деген жер именно керек маған. Басын көрейікші. О, түртті. Өзі өтіп қалды. О, әне? Мына жерде енді бір нәрсе бар аға. Видео бізде тұрып қалды. Бұл видеоны бізге тұрғызуға болмайды бұлай. Бұл жерде энергетичный болатқаннан кейін видеода да бүйтіп қозғалып бір нәрсе болу керек. Яғни бізде кадр біреу ақ, бірақ біз бұны бұлай магически істесек болады. Бұлай қозғалып атты видео. Мынаны жақындатамыз. Деп. Мынаны бөлеміз мына жерден. Бұл өз орнында тұра береді. Мынаны бетеміз. Мынаны бөлеміз де мынаны жақындатамыз енді бұлай. Тоже мұны қайтадан орнына келеді. Мынаны аламыз. Мынау жақындады ғой. Бұны тоже жақындатып Мұстафаның бетіне алып келеміз. Бүйтіп. Қайтадан орнына келеді. Қайтадан жақындатамыз. Енді бөліп жақындатып отырық та. Енді қазір қараңыздар қалай болған. Енді бір соңғы көрейік. Егер ұнаса экспорттаймыз, ұнамаса өзгертетін жерін өзгертеміз, е? Все, барлығы керемет, маған ұнады. Экспорттай береміз. Мінекей достар, ешқандай ауыр монтажсыз, қарапайым
ұялы телефонмен керемет постқа ұялмай салуға болатын дүние дайындап шықтық. Бұл бізде креативті идеяға байланысты болды, яғни идеямыз күшті болды, соған байланысты ауыр монтажсыз біз ұтып кеттік. Сіздер де дәл осындай өздеріңіздің креативтеріңізді қосып постқа, сториске, тиктокқа күшті керемет видеолар жасап шығарсаңыздар болады. Ал мінекей SMM мамандары, біздің курсымыздың толық 7 сабағын көріп біттіңіздер. Енді өздеріңіздің SMM маманы ретінде өздеріңізді қабылдап, жұмыстарыңызды жақсы атқарыңыздар. Болашаққа сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бізден сіздерге бір осы сабақтардан, курстан пайда тиді деген сенімдеміз. Өзіміз де сол үшін іштей қуанамыз. Егер пайдамыз тиген болса, сіздермен курсымызды осылай аяқтаймыз. Сау, сәлеметте болыңыздар.